بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Құрметті жамағат, біздер хадис дәрісіміз жалғастырамыз. Алдыңғы дәрісімізде Мекке қаласының харам болғандығына қатысты, ол Мекке қаласында оның шөптері, теректері шабылмайтындығына қатысты хадистер өттік. Жануарлары ауланбайтындығына қатысты хадистер өттік. Енді бүгін міне Мекке және Мәдина қалаларына қатысты тағы да сол хадистер өтеміз. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. Jabir ibn Abdullah, Аллаху разы болсын, айтып жатыр. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның былай деп айтқан естідім дейді. لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح. Сендердің ешбіріңе адал болмайды Меккеде қару жарақ көтеріп жүруге. Яғни Мекке қаласында қару ұстап жүруге тыйым салынған екен осы хадиспен. Өйткені Меккеде жаңа айтқан жануарларды өлтіруге болмайды, адамның қанын төгуге болмайды. Сол себептен ол тек қана жалпы Меккеде емес, жалпы адамның қанын төгу бұл қылмыс екенін білеміз. Ал Меккеде ол қатаң тыйым салынған, және оны бұзатын болса салық төлеп оған жаза қолдану керек болады. عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтқан: инна Ибрахима харрама Макката ва даа ли ахлиха. Расында Ибрахим пайғамбар Меккені харам қылды және оған дұға қылды, Меккенің тұрғындары үшін дұға қылды дейді. Ва инни харрамту ал-Мадината кама харрама Ибрахиму Макката. Ал енді мен де Медине қаласын харам қылдым, Ибрахим пайғамбар Меккені харам қылғандай дейді. Ва инни дағауту фи са'iha ва муддиha бимислай ма даа би Ибрахим ал-ахли Макка. Енді Мединенің соғына және муддасына дұға қылдым дейді. Бұл өлшем бірліктер. Са деген өлшем бірлік. Мысалы 1 килограмм дейміз ғой, сол секілді. 1 сақ деп өлшейді. Мудда дегенде сол өлшем бірліктер. Мына сол өлшем бірліктеріне 2 есе дұға қылдым дейді. Ибрахим пайғамбар Меккенің тұрғындарына дұға қылғанның 2 есесін сұрадым дейді. Енді білеміз ғой, Ибрахим пайғамбардың дұғасы бар. Бақара сүресінде Рабби жағал хадал балада аминан варзуқ ахлаху минат самарати келеді. Раббым бұл қаланы амандық қаласы қылғайсың, және оның тұрғындарын мән амана билла, Аллаға иман келтіргендерді рызықтандырғайсың деп дұға жасағанын білеміз. Осы Бақара сүресінде келеді. Енді осындай дұғаны міне Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Медина қаласына жасағанын, және Ибрахим пайғамбардың сұраған берекетінен 2 есесін сұрағанын осы хадис бізге дәлел болады. Және міне көрдіңіз бе, Мекке қандай қасиетті болса, Медина қаласы да сондай қасиетті екендігін, қадірлі екендігін көреміз осы хадистен. Және осы хадистердің түсіндірмесінде тағы да осыны айтады. Жалпы Медина, нұрлы Медина қаласын Аллах Тағала елшісі саллаллаху алейхи вассалам харам қылды. Барлық жағынан оның тұрғындарына Алладан береке тіледі, оларға рызықты мол қылып беруін сұрады. Міне осындай
берекені, жақсылықтарды Медине қаласына тіледі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам. Сол үшін де Медине қаласындағы ағаштарды кесуге болмайды, жануарды өлтіруге болмайды. Енді Мекке мен Медине қаласының харам болуының айырмашылығы, Мекке қаласындағы жасалған жаңағы қылмыстар, мысалы Меккедегі бір жануарды өлтірсең, оған фидия төлеу керек, құн төлеу керек болады. Ол құнды екі әділ адам тағайындайды. Мысалы бір қоянды өлтіріп тастаса, Меккедегі оның құнын екі әділ адам тағайындайды. Мына қоянның құны осындай баға тұрады деп тағайындайды. Сол тағайындалған бағаны сол өлтірген адам төлеу керек болады. Ал Мединадағы жануарды өлтірсе, құн төлемейді. Айырмашылығы осы. Фидия төлемейді. Яғни Меккедегі харамдық ол жоғарырақ болып тұр. Жауапкершілік талап етеді. Ал бұл Мединедағыда бұл да тыйым салынған жаңағы амалдар жасау, бірақ оны орындаған кісіге жаңағыдай жаза қолданылмайды, құн төлеттірмейді. Осыған ұқсас тағы да хадистер келеді. Ан Амир ибн Саад ан абихи, Амр ибн Саад деген адам өз әкесіне риуаят қылады. Қала Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: инни ухарриму ма бейна лабатай әл-Мәдинати. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады: мен расында мына екі қара тастың жазығының арасындағы нәрселерді харам еттім дейді. Яғни Медине қаласында екі жағында екі тау бар екен. Вулканның тауы дейді. Сол екі үлкен қара тастың ортасындағы жерді харам болды. Яғни Мединенің харам территориясы қай жерден басталады десеңіз, ол жаңағы екі жағындағы екі таулы аймақтан басталады деген осы хадис дәлел болады. Және ол Мединенің ағаштарын жұлуға тыйым саламын деді, және оның жануарларын өлтіруге тыйым саламын деп айтқан хадисте келіп тұр. Және Медина, хадистің жалғасында айтып жатыр, расында Медина оның тұрғындары үшін хайырлы болады, егер оны ұққан болса, түсінген болса. Егер Медина халқы түсінген болса, білген болса, Медина олар үшін хайырлырақ деп тұр ғой. Енді қайсысы бір адам егер Мединаны жақтырмай, онда тұруды қаламай, одан кетуді қаласа дейді, Аллах Тағала ол Мединаға одан да хайырлысын нәсіп етеді. Бұл тұрғыннан хайырлысын нәсіп етеді. Және ол адам егер кімде-кім Мединаның қиыншылығына, жоқшылығына сабыр ететін болса, онда мен оған қиямет күні шафағатшы боламын, және қиямет күні мен оған куәгер боламын деп айтқан пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Яғни Медине қаласы, білеміз, ыстық қала. Ауа райы өте ыстық. Сол ыстығына төзу, сабыр ету, және Мединедегі басына келген қиыншылықтарға төзімдік таныту, сабыр етуге шақырып жатыр бұл хадис. Ал енді сол қиындықтарға төзе алмай, ойына қайдан келдім, мына қалада тұратын қала емес екен деген сияқты сондай жақтырмайтын сөздерді айтып, ол қалада тұруды қаламай одан көшіп кететін болса, Аллах Тағала ол қалаға одан да хайырлы адамды алып келеді деп айтып отыр. Міне осы хадистерден көріп тұрғанымызда, яғни Мединедегі өмір сүру ол қиыншылықтар тудыруы мүмкін. Келесі хадис: Ан Амир ибн Саад радиаллаху анху, Амр ибн Саад, Аллаху разы болсын, айтып жатыр:
أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق. Сағат өзінің түйесіне мініп сол Медине қаласында келе жатты. Сосын бір құлдың ағашты шауып жатқанын көрді дейді. Мединенің ағашын бір құл адам шауып жатыр, қолында бір құрал сайман бар. Соны көрген кезде Сағат ибн Аби Ваққас сол кісінің қолындағы құралды тартып алады. Құлдың қолындағы құралды тартып алып кетіп қалады. Енді үйіне келген кезде жаңағы құлдың қожайындары келіп Сағат ибн Аби Ваққастан жаңағы құрал сайманды сұрайды. Ағаш кесетін араны сұрайды. Сол кезде Сағат ибн Аби Ваққас былай деп жауап береді: Аллах тағаланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам олжа қылып берген нәрсені кері қайтарудан Құдай сақтасын деп жауап берген екен. Енді бұл хадис тағы да бізге қатал түрде дәлел болады. Жаңағы ағаштың шабылмау керек. Медина қаласында ағаштың шабылмау керектігіне. Жаңағы құл енді ағашты шабып жатыр ғой. Ал негізі шабуға болмайды. Оны пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тыйым салған. Міне содан тоқтату үшін жаңағы шауып жатқан құралын алып қойды. Өйткені алып қоймасаң, тағы басқасын кеткеннен кейін көзден таса болғасын басқа бір ағашты шабуы мүмкін деген секілді. Ал және жаңағы араны қайтарып бермей қалды. Иелері сұрақ берген кезде қайтарып бермегенін көреміз осы хадистен. Не үшін? Өйткені жаңағы тыйым салынған нәрсені жасағандығын тоқтату үшін, және бұл бізге пайғамбардан саллаллаху алейхи уассалам келген олжа деп, ал олжаны біз қайтарып бермейміз деп қайтарып бермей қойғанын көреміз. Жаңағыдай оған ағаштың кесіп тастады, мен оны құнын төле деп талап ете алмаса да, ең болмаса осындай жазаны қолдануға болатындығын көреміз осы хадистерден. Осыған ұқсас бірнеше хадистер келеді. Оның бәрін енді оқып отырмай қояйық, сол кейбіреулерін тоқталып жатырмын. Ан Аби Хурайра радиаллаху анху аннаху қал, Абу Хурайра Аллаху разы болсын былай деп айтады: Кана насу ида рау أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Адамдар бір ағаштың жемісін, жаңа піскен жемісін көрген кезде дейді, мысалы адамдарда бақша бар, құрма егеді, құрма өсіреді бақшада. Сол жаңа құрма енді өнім беріп жатыр. Сол өнім берген бойда сол жемісті алып пайғамбарға келеді екен сахабалар. Пайғамбарымызға келіп саллаллаху алейхи вассалам ұсынады екен: дәмін көріңіз, бірінші сізге алып келдім, сізден алдым, ешкімге дәмді татқызбадым, тіпті өзім де жемедім деп осылай етіп алып келіп пайғамбарға беретін болған. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ол жемісті, жаңа піскен жемісті алып, сосын дұға жасаған екен: Аллахумма барик лана фи самарина, Аллахым біздің осы жеміс жидектерімізге береке бер деп дұға жасаған болған. Барик лана фи мадинатина, яғни біздің осы Медина қаламызға бергенді төге көр. Барик лана фи соғина, соқ деген өлшем бірлік дедім ғой, сол өлшем бірлікке береке бер. Барик лана фи муддина, яғни муд деген жаңа өлшем бірлік болды, соған береке бер. Аллахумма инна Ибрахима абдука ва халилука ва набиюка. Расында Аллахым, Ибрахим ол сенің құлың, ол сенің досың, және ол сенің пайғамбарың. Ва инни абдука, және мен де сенің құлыңмын, пайғамбарыммын деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дұға қылып жатыр. Ва иннаху даака ли Макката, расында ол Ибрахим Мекке үшін саған дұға қылды, ал мен саған дұға қыламын Медина үшін. Ибрахим пайғамбар Мекке үшін дұға қылғандай дұға қыламын, және онымен қоса тағы сондай мөлшерде дұға қыламын деп
айтып тамамдалды осы хадис. Яғни бұл жерде екі есе деген сөз. Яғни Ибрахим пайғамбардың өз Мекке қаласында үшін сұраған берекетінің екі есесін пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Медине үшін сұрады дегенге келеді осы хадис. Міне көрдіңіз бе, осы хадисте көріп тұрғанымыздай, егер бір ағаш жеміс беретін болса, ең алғашқы жеміс сол ағашқа түскен болса, онда бірінші болып пайғамбарға дәмін көргізу, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды алып бару сүннет екенін көреміз осы жерден. Және пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ол нәрсе үшін дұға қылғандығын көреміз. Сол үшін де пайғамбардың бір жағынан дұғасын алу, бір жағынан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға құрмет, бірінші болып дәмі тисін, және одан кейін ол нәрсеге дұға қылудың дұрыс екендігін көреміз. Кейде болады ғой, кейбір бауырларымыз айтуы мүмкін, дүние ғой, дүние үшін алладан дұға тілейсің ба, сонда алладан дүние сұрама, одан да басқа нәрсе сұрамайсың ба деп кейде бір дүниені сұрап дұға жасап жатқан кезде айыптайтындарды көреміз. Яғни міне дүниеге береке сұрау, ол да міне пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сүннет екендігін көреміз. Келесі хадис ан Аби Саид Маулал Махри, Абу Саидтан келеді хадис, Махридің азат етілген құл дейді. Аннаху асабахум бил Мадинати жахдун ва шиддатун. Сол құл келіп айтқан екен Абу Саид Аль-Худуриға келіп, расында Мәдина қаласына сондай бір қиындық келді, аштық келді, жоқшылық деген сөз, жоқшылық келді, қиыншылық келді. Ал мен болсам дейді, отбасы бала шағам өте көп. Ал біздің отбасымызға сондай жоқшылық, таршылық келіп жатыр. Енді мен өз отбасымды ауылға көшірсем бе деп ойлаймын деп айтқан. Азат құлы сол Абу Саид Аль-Худуриға келіп осындай уәжін айтады ғой. Сол кезде Абу Саид Аль-Худури былай деп айтады: олай жасама, Мединеден кетпе. Яғни жаңа Мединеде қиындық болып тұр, ауылға көшіп, ауылда кішкене жағдай жақсы жаққа қарай көшейін деп ойлаған кезде міне Абу Саид Аль-Худури деген сахаба олай жасама деп осы жерде оған тыйым салып отыр. Яғни Мединеден көшпе. Расында біз пайғамбармен бірге саллаллаху алейхи уассалам бір сапарға шықтық дейді. Усфан деген жерге жетіп, сонда біз бірнеше түндер бойы сонда тұрдық, түнедік. Енді адамдар сол кезде былай деп айта бастады дейді: біздер мына жерде босқа жүрміз, ал біздің отбасымыз болса, бала шағамыз болса, оларға қауіп төніп тұр. Сондықтан біздер осы жерде қалмайық, үйімізге барайық деген секілді сондай сөздер айтқан кезде, сол сөздерді пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға жетеді. Осы сөздер сөзде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деп айтады: менің жаным оның қолында болған Алланың атымен дейін маған сендерден осындай сөздер естіп жетіп жатыр. Расында мен түйеге жүк артуды ойладым, түйенің үстіне жүк артуды ойладым, және сол жүкті босатпастан Мединеға баруды көздедім дейді. Яғни босатпастан деген жолда тоқтамастан деген сөз ғой. Тоқтамай осы қозғалғаннан бірден Мединеға баруды көздедім деп айтып, одан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам былай деп дұға қылған: Аллахумма инна Ибрахима харрама Макката. Аллахым, расында Ибрахим Меккені харам қылды. Фаджағалаха хараман. Сөйтіп Аллах тағала оны харам етті. Ва инни харрамду аль-Мадината хараман. Расында мен де Медина қаласын харам қылдым, осы екі қара тастың ортасындағы жерлерін деп, Медина жаңа айналасындағы жерлерін айтып отыр.
ол жерде Медина қаласында қан төгілмейді, қылыш ұсталынбайды, яғни қару жарақ ұстап жүруге болмайды. Мекке қаласында басында келді ғой болмайды деп. Енді міне Медина қаласында да қару жарақ көтеріп жүруге болмайтындығын осы хадистағы дәлел болады. Және ол Медина қаласының ағаштары шабылмайды, тек малға жем шөп ретінде берілсе болады деп жатыр. Малға жем шөп ретінде шабылса болады, басқа мақсатпен шабылмайды деп айтып жатыр. Сосын дұға қылды: Аллахума бәрик лана фи мәдинатина, Аллахым бізге Медина қаламызға береке бер. Жаңағы дұғаларды, жоғарыда жасаған дұғаларды осы жерде де жасаған, міне қайталап жасаған осы дұғаларды. Және сол Мекке қаласына берілген берекенің екі есесін бер деп Медина үшін сұраған. Және сөзін былай деп жалғастырды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, жаңағы айтқан адамдарға айтып отыр енді. Расында менің жаным оның қолында болған Аллахың атымен ант етейін, расында Мединенің әр сайы мен әр асуында екі періштеден тұр. Екі періштеден сол әр сайы мен асуын қорғап тұр, қоршап тұр. Сөйтіп біздер солайша Медина қаласында сол жаңа адамдармен бірге келдік дейді. Осындай хадис. Бұл хадистен көретініміздей Медина қаласының артықшылығын көреміз осы жерден. Тіпті сол Медина қаласының өзін періштелердің қоршап тұрғандығын осы хадис дәлел болады. Және Медина қаласының әр тарапынан қасиетті қылынғанын көреміз. Ол шығысынан болсын, батысынан болсын, оңтүстігінен емес солтүстігінен болсын, барлық төрт бұрышынан да харам етілгендігін айтылады. Және ол Мединаға дәджжал кіре алмайды дейді. Білеміз, Мекке қаласына дәджжал кіре алмайды, сол секілді Медина қаласына да дәджжал кіре алмайтындығын айтып жатыр осы хадистің түсіндірмесінде. Және Медина қаласында өмір сүруге қызықтырып жатыр дейді осы хадис. Ал оның тұрғындарын сол қалада қалуға қызықтырып жатыр дейді. Ал енді кімде-кім Медина қаласында өмір сүретін болса, онда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қиямет күні оған шафағатшы болады, яғни күнәсінің кешірілуіне жәрдемдеседі деп түсіндіреді ғұламалар. Міне осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Келесі дәрісімізде де осыған ұқсас хадистер өтеміз иншалла. Медина қаласына қатысты тағы да бірнеше хадистер келген, соларды да келесі дәрісімізде жалғастырып өтетін боламыз. Бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Бүгінгі дәріске қатысты сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Сұрақ жоқ болса. Иә, күнә болады, иә. Жануарын өлтіру күнә болады, бірақ жаңағы фидиясы төленбейді. Меккеде де күнә, бірақ фидия төленеді. Олар енді басқа хадистерде келеді, өлтіруге рұқсат етілген, ол Мединада да болса, Меккеде болса да өлтіруге рұқсат етілген 5-6 жануар бар, жаңағы жылан, шағатын, зиян беретін, құтырған ит деген секілді. Соларға ол Мекке, Мединада болса да өлтіруге рұқсат берген хадистер келеді.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا ربنا كرم الله. Bizler özümüz zonduk kıldık, eğer sen bize geçirmesen, eğer sen bize almasan, elbette kasretke uçraganlardan bolamız, ondan bizleri geçirgeysin. Bizleri özüm yerimine algaysın, bizleri de özüm doğru jolga salgaysın. Doğru joldan adastırmagaysın ya Rahman Rahim. Kıyamet günü yüzümüz arkalasın, nurumuz toluk kılgaysın, amal ettin bize oğlumuzdan bir örnek ötkesin. Cennetul Firdevs kamerasın kırmızı nasip etkesin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed bir rahmetin. Allah.